Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналға қош келдіңіздер. Бұл видеода мен сіздерге Пиндоаның өтіріктері туралы айтамын. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, мені жоғалтып алмау үшін қоңырша белгісін басып қойыңыздар. Кеттік. Ең бірінші ол бізде мына Пиндоа сайтындағы өтірік бағалар. Сол туралы айтқым келіп отыр. Мінекей. Так, мысалы, мына жерден штоды қарайық, иә? Міне. Жерде 20 юань деп тұр. Не? Сосын қызылды басып, сатып алуды басып. Осының ішінен не көрдіңіздер, уже бағасы өзгерді. 95 юань, уже 20 юань емес, уже басқа баға. Кейбіреулер айтады, мысалы, осында что сендерде 5-ақ мың теңге екен ғой, маған заказ беріп берші деп. Ал на самом деле көбісі жаңағындай жерге бағаға мына жердегі бағаға сеніп 5000 теңге деп ойлайды мына жердегі бағаға. Бұл ешқандай да ондай нақты бағасы емес. Нақты бағасы мына жерден қызылды басып, осылай өзіңізге керек түсін таңдап, сосын размеріне байланысты, мысалы мына жерде биіктігі, ширинасы, мысалы 3/1 уже 180 юань көрдіңіздер ма? Осыны егер есептесек 180 юаньді. Конвертер деген программа бар. Осы программа арқылы есептеп алсаңыздар болады. Мысалы 180 юаньіміз бұл почти 12 мың теңге. Енді оған плюс за вес төлейсіздер. Товарымыз осында келген кезде. Что бізде примерно бір 20 мың теңгеге шығады. Ешқандай 5 мың теңге емес. Тағы да бір өтірігі ол товар шатастыру. Заказ берген кезде суреттеріне қарап қана заказ береді. Суретте қала тұрса солай келеді деп ойлайды. Ол на самом деле олай емес. Кейбіреулер ойлайды, мен массажер заказ бердім дейді, но массажер емес, массажердің сырты, яғни қабы. Сондай келеді. Сондықтан сондай жағдайларға тап болмау үшін міндетті түрде осы мына жерде перевод жасаймыз. Тап Translate деген программа кейде осылай полный экранды жауып тастайды. Мен қазір сіздерге Яндекс переводчикке скриншот арқылы перевод жасауды көрсетейін. Мынаны үстінен сызсақ, осы жерде мне осылай көрсетіп береді. Так, черная мать не является. Не көрдіңіздер, мне жазып қойған. Массажер емес деп. Массажердің сырты. Сондықтан жаңағындай алданып қалмау үшін міндетті түрде перевод жасап отырыңыздар. Самый мысалы двойкалы осылай. Мысалы мынаған клик. Мына жерде мынаны скриншот жасап, осыларды перевод жасаймыз. Осылай перевод жасаған кезде бізге каждый товарның наименованиясын көрсетіп тұру керек. Мысалы фотода брюки мен рубашка тұрма, сол екеуінің де атауы осы перевод жасаған кезде шығу керек. Біреулер даже осындай закупкаларды істеп, тарелкасымен тұрған осындай болып келеді екен деп ожидать етеді. Но егер қызылдың үстінен басып сатып алуды таңдасаңыздар, өстіп каждый фотода қанша штук бәрі көрсетіліп тұр, бағасы қанша. Ертең бірінші тұрған фотоға қарайды. Ойбай, заказ беріп едім, 2-ақ штук келді дегенде отырады. Сондықтан не заказ беріп жатсыздар, соған перевод жасап, мән беріп қарағандарыңыз дұрыс. Осы жерде сіздерге осы товардың ссылкасымен қалай бөлсеміз, сол туралы көрсете кетейін. Мына жерде тұрған мынаны бассаңыздар, бізде мынандай тұрады. Егер мынаны бассаңыздар, сізде осы товарлардың суреті галереяға сақталады. Ал егер қасында тұрған мынаны бассаңыздар, товардың ссылкасы скопировать етіледі. Копирован осындай шығады. Осылай өзіміздің товарымыздың ссылкасын біреулерге жібере аламыз. Пиндоа сайтының тағы да бір өтірігі ол ожидание мен реальность екеуі сапада жетпей қалуы мүмкін. Егер сіз товарды дұрыс таңдамасаңыз, ожидание реальность сапада жету үшін, яғни киім болса фасондарын дұрыс таңдау үшін сіздерге қазір не істеу керек екенін айтамын.
пальто деп іздей салайыншы. Кстати, мынандай бір фишканы айта кетейін сіздерге. Мына жерде пальто, мынаны үстін бүйтіп жазып, осы жерде мына 3 точканы бассаңыздар, мінекей мына жерде переводчик деп тұр. Осы переводчикті басып, қандай тілде керек. Так, куртка міне көрдіңіздер ме? Міне осылай шығады. Заменить. Үстіп қолдансаңыздар болады. Тоже перевод жасаудың тағы да бір түрі. Мына жерде мысалы мен сіздерге жаңа фасонды дұрыс таңдау дедім ғой. Мысалы мен пальтоны көрсетейін. Кейбір мысалы фотоларда пальтолардың жеңі ұзын болып тұрады да, ал қолға алған кезде жеңі қысқа болып қалады. Сондай қателіктер жібермеу үшін міндетті түрде отзывтарда фотоларды қараймыз. Мына жерде именно суреттер мен отзывтар дегенді қарап, киіп тұрған нелер, мінекей, видеолар міне. Мына жерде нормальный екен, жеңі қысқа емес. Кейбір пальтоларда болады, жеңі қысқа болып келеді. Сосын тоже аяқ киімдерде сіздерде осындай ожидание осындай, ал реально осындай болып келуі мүмкін. Осындай жағдайлар болмау үшін міндетті түрде отзывтарды қарап, живой фотоларды көреміз. Фотоларда модельдерде ұзын болып тұрады да, қолға алған кезде қысқа бірдеңе болып кетіп тұрады. Осындай қателіктер болмау үшін міндетті түрде астында түсіп, живой фотоларын көреміз. Мынандай фотоларды сондайларға сенбейміз, бұл өзінікін қайтадан сала салған. Накрученный отзывтар болады ғой, сондай сияқты. Именно живой фотоларын көреміз. Сондай теңдеріне мән береміз. Көрдіңіздер ме? Мына жерде кішкене мынаның жеңі сәл қысқалау сияқты, модельдегі сияқты прям ұзын емес. Мына жерде өздеріңіз байқасаңыздар, ұзын ғой жеңі. Мінекей. Сәл қысқалау. Мінекей. Осындай фасондарға мән берген, фасон таңдаған кезде живой отзывтарды міндетті түрде қараймыз. Егер де сізде мынандай жеті ғана отзыв тұрса, бұндай магазиндерге көп сене бермейміз. Бұндай жерлерде ожидание реально совпадать етпеуі мүмкін. Міне барлық фотоларды көреміз, міне көрдіңіздер ме? Бұл жерде көбінде накрученный отзывтарға ұқсайды. Бұндай магазиндерге мүлдем жоламаймыз. Сосын Пиндо сайтында тағы бір қателік, ол мысалы сынатын товарларға заказ бересіз ғой, сол кезде продавецке жазып міндетті түрде ескерткеніңіз дұрыс, жаңағы хрупкий товар деген белгілермен орап салып жібересіз ба деген сияқты. Мысалы осындай товарларды продавецке жазып, хрупкий товар екенін белгімен орап беріңіз деп айтыңыз, чтобы сіздің товарыңыз сізге қолыңызға алған кезде сынбай жақсы келу үшін. Сондай белгі тұрса, кішкене сіздің товарыңызға бережно қарайтын болады. Осы жерде тағы да бір айта кетерім, Қытай сайтынан заказ берген кезде электроникаларға шнуры, яғни бас жағы осындай болып келеді. Но ничего страшного, магазиндерде бұндай шнурлықтарына арналған переходниктер сатылады. Сатып алып қолдана берсеңіздер болады. Тағы айтарым, Пиндо сайтында памперстерге заказ беріп қажет емес. Бұлар салмағымен бірге есептеген кезде осы Қазақстанның бағасымен бірдей болып шығып кетеді. Сондықтан бұндай товарларға заказ беріп қажет емес. Сосын кейбіреулер 6 килограммды порошокқа сондайларға заказ беріп жатады. Ондай товарлар ертең завес төлеген кезде Қазақстанның бағасынан да асып кетуі мүмкін. Соңғысы, ол бізде сіздерге айтарым кеңесім, бұл декабрь айында заказ бермегендеріңіз дұрыс. Не себепті? Өйткені декабрь айында заказ беретін болсаңыз, сіздің товарыңыз жаңа жылдық демалыстарға тап болып қалады да, сіздің товарыңыз февраль, яғни ақпан айында алуыңыз мүмкін. Себебі Қытайда жаңа жылды январь айында бір ай бойы тойлайды, бір ай демалыста болады көбісі. Шекарада февральдің 5-і, ақпан айының басында ашылады шекара. Товарыңыз сондай демалыстарға тап болып қалады да, сіз товарыңызды 2 ай, 3 ай кешіктіріп аласыз.
Видео сізге ұнаған болса каналға тіркеліп, лайк басып, мені жоғалтпау үшін қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше